Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға құрметті боксер қауым. Бүгін Қазақстандағы кәсіпқой бокстағы ең соңғы жаңалықтарды назарларыңызға ұсынамын. Қазақстандық кәсіпқой боксшы аса ауыр салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Жан Касабутский өзінің ақш-тағы дебюттік кездесуі алдындағы жаттығуларының, яғни лагерінің бастауы Қазақстандағы ауылында басталғанын көрсеткен екен. Өзінің Instagram парақшасына Жан күнделікті өмір салтымен және де ақш-тағы жекпе-жегінің алдындағы лагерінің басталғаны жайлы жазбаша қалдырған екен. Және де сіздер бұл видеода ең үлкен құпиясын да көре аласыздар. Естеріңізге сала кетейін, 1 шілде күні ақш-тың Огайо штатында Толедо қаласында қазақстандық үшін ESPN телеарнасында және де жалпы ақшта бокстасу дебют болып есептеледі. Оның қарсыласы кәсіпқой бокста 13 жекпе-жектің барлығында жеңіске жетіп және де барлығында нокаутпен жеңген америкалық жас проспекттердің бірі Джерард Андерсон. Ал Касабутскийге келетін болсақ, кәсіпқой бокста 19 жекпе-жек өткізіп, оның барлығында жеңіске жетіп, 18-інде қарсыластарын нокаутпен жеңген болатын. Бүгінгі күнде неміс промоутерлік компаниясы Universal Boxing Promotion Касабутскийден үлкен нәтиже күтіп, сеніммен қарап отыр. Біз тарапынан да отандасымызға сәттілік тілейміз. Жан Касабутский үшін бұл кездесу өте маңызды. Жеңіске жеткен жағдайда Жан Касабутскийдің қарсыласы Дионте Уайлдер немесе мексикалық Энди Руис атанып қалуы әбден мүмкін. Олимпиада чемпион Данияр Елеусінов ақш-тағы танымал бапкердің спорт залына Қазақстанның туын залдың төріне ілді. Данияр бүгінгі күнде ақш-тың Флорида штатында жаттығуларын жалғастырып жатқанын баршамыз білеміз. WBO тұжырымы бойынша әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлының бапкері Бадди Магрит осы күндері Лос-Анджелестен Майамиге уақытша ауысқан болатын. Себебі естуімізше Бадди Магриттің отбасы Майамиде тұрады екен. Лос-Анджелесте үлкен жекпе-жектерде боксшылардың дайындықтарын пысықтау мақсатында ғана, яғни жұмыс бабымен ғана жүреді екен. Өзінің үйіне қайтқан Магрит бірден біздің отандасымыз, яғни олимпиада чемпион Данияр Елеусіновті жаттықтырып жатқанын Даниярдың Инстаграмдағы ресми парақшасынан байқадық. Және де Баддидің де Инстаграм парақшасында Елеусіновпен жасалып жатқан жұмыстардың фотолармен қоса роликтері де пайда болды. Ендеше Майамидегі Бадди Магриттің залында Данияр Елеусінов себепші болып Қазақстанның туын осы залдың төріне ілді. Естеріңізге сала кетейік, Бадди Магрит Әлімханұлы мен Елеусіновтен бөлек қазақстандық жас проспекттердің бірі Медет Айдоспен де өз жұмысын бастаған болатын. Алдағы уақытта Айдос Лос-Анджелестен Майамиге барып, Баддидің қол астында жаттығуларын жалғастыратын болады. Себебі жоспар бойынша Айдос та шаршаланға 16 шілде күні оралады деп күтілуде. Тағы бір аса ауыр салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Нұрсұлтан Аманжолов бүгінгі күнде кәсіпқой бокста 5 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жетті. Нұрсұлтан өзінің Инстаграм парақшасында жаттығуларының бірін жүктеп, шаршаланға жақын арада оралатыны туралы жазба қалдырған екен. Нақтырақ келетін болсақ, боксшы тамыз айын меңзеп отыр екен. Соңғы рет Нұрсұлтан 15 сәуір күні Оңтүстік Кореяның Инчхон қаласында жергілікті Сук Хин Ананы 3-ші раундта нокаутқа сүріп, өзінің рекордын жақсартқан болатын. Бірінші орта салмақта әлемнің бұрынғы чемпионы Хеми Мунгуе кезекті рет Геннадий Головкинді айқасқа шақырғандай болды. Боксшылар 2018 жылы жұдырықтасуы мүмкін еді. Алайда ол кезде Невада штатының атлетикалық комиссиясы мексикалық мұндай айқасқа дайын емес деп жекпе-жекке рұқсат бермеген болатын. Ал Мунгуе бүгінгі сөзінде: біз үнемі Головкин мен Чарльз сияқты мықтыларды көздеп келеміз. Олармен жекпе-жектер біздің бақылауымыздан тыс жағдайларға қатысты өтпей қалады. Чарло рингке 2 жыл шықпады, бірақ әлі әлем чемпионы. Алдағы жоспары қандай екенін білмеймін. Алайда онымен айқасуға дайынмын. Головкинге қатысты біз онымен жекпе-жек бойынша хабарластық, дегенмен сол күйі жауап болмады. Қазір ол демалыс рахатын көріп жатқан сияқты деп өзінің комментариясын қалдырған екен. Және бүкіл әлемдік бокс ассоциациясы, яғни WBA тұжырымы өздерінің жаңартылған рейтингтерін жариялады. Қазақстандық бірнеше боксшылар да өздерінің осы тұжырым бойынша позициясын анықтады. Аса ауыр салмақ дәрежесінен бастайтын болсақ, Жан Касабутский 12-ші орында тұрақтаса, Иван Дычко өзінің 15-ші орнын сақтап қалды. Ал крузервейт салмақ, яғни 90 келі 700 грамда Қазақстан атынан рейтингте тұрған боксшы 15-ші орында Серік Мусадилов. Ал 76 келі салмақ дәрежесінде Бек Нұрмағамбет топ 10-қа кіріп 8-ші орында тұрақтаған екен. Ал жеңіл салмақта, яғни 59 келі салмақ дәрежесінде Сұлтан Заурбек бұл тұжырымда да үздіктерінің қатарында. Ал 55 келі салмақ дәрежесінде қазақстандық Евгений Павлов өзінің 6-ші орындағы позициясын осы жолда сақтай алды. Осы жаңа ғана Ресейдің астанасы Мәскеуде 61 келі салмақ дәрежесінде бұған дейін жеңілістерін татып көрмеген Абылайхан Хусаинов өзінің кәсіпқой мансабындағы алғашқы жеңілісіне ұшырады. Өкінішке орай, Абылайхан терезесі тең кездесуде ресейлік Артур Субханқұловқа қарсы өткен кездесу 10 раундқа жоспарланған болатын. Бұл кездесуде Артурдың асығы алшысынан түсіп, кездесуді жеңіспен аяқтады. Алдағы уақытта да
Абылайдың болашағына үлкен сеніммен қараймыз. Бұл жекпе-жектің қорытындысы бойынша Абылайхан тағы да 3 жекпе-жекке контракт алуы әбден мүмкін. Жекпе-жектердің басым көші Австралия мемлекетінде өтеді екен. Отандасымызға сәттілік тілейміз. Мінекей достар, келесі роликте сіздерге Боксрек сайтының рейтингі бойынша Қазақстандағы кәсіпқой боксшылар арасындағы топ 10-ды талқылайтын боламыз. Қазақ бокс жасасын, баршаңызға сәттілік.